сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы меңгеру деп аталады. Меңгеру дегеніміз сөз тіркесінің бағыныңқы сыңарымен және басыңқы сыңарының септік жалғаулары арқылы байланысқанын айтамыз. Енді меңгеру болу үшін бағыныңқы сыңарына атау және ілік септігінен басқа септіктердің жалғауларының жалғануы керек. Барыс, табыс, жатыс, шығыс және көмектес септігі. Мысалы, әкеме айту. Бұл жерде барыс септігінің жалғауы жалғанып тұрғандықтан, бұл меңгеру болып табылады. Сол сияқты табыс, әкемді, әкемде, әкемнен және әкеммен. Осы бағыныңқы сыңарларына септік жалғаулар жалғанып тұрғандықтан, бұл меңгеру болып табылады. Енді ілік септігінің жалғауы жалғанатын болса, әкемнің сөзі. Бұл матасу болады, себебі ілік септігімен тәуелдік жалғауы жалғану арқылы жасалған. Тәуелдік жалғаулары жалғанса, бұл матасу болады.